Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осылай картопты қызартып, әдемілеп, езбей қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Дәл осылай картошканы қуырыңыздар. Өте әдемі, керемет шығады. Ал мен картошкаға осылай вареный докторский колбаса қолдандым, шұжық яғни. Ал егер сіздер ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Немесе тушенка болмаса піскен ет қолдансаңыздар да болады. Немесе картошканың құр өзін пісірсеңіздер де болады. Мен осылай вареный колбасаны 4-ке бөліп алдым. Бұл жерде мен 200-300 граммдай қолдандым. Астына описаниеге де қанша мөлшерде керек, астына описаниеге де жазып қоятын боламын. Келесі кезекте осылай картошкамызды да 2-ге бөліп, осылай ұзынша етіп, әдемілеп турап алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Және де айта кетейін, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Күнделікті жаңа видео рецептілер шығып отырады. Және де үй жағдайында қолжетімді заттардан әдемі тағам түрлері бар менің каналымда. Көрсеңіздер болады. Плейлист бар, сол жерден өзіңізге керекті рецепттерді көрсеңіздер болады. Және де енді міне үлкен қасықтың ұшымен кішкене тұз қостым. Және де маги универсальный приправа қостым. Үстіп жақсылап араластырып қоямыз. Тұзы, приправасы бойына сіңіп әдемі болып тұрады. Немесе приправа ұнатпасаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Тұздың өзімен араластырып қойып қойыңыздар. Ал енді қызып тұрған табамызға осылай колбасамызды салып, жай отта 2 бетін қызартып, қуырып алатын боламыз 5 минуттай. 2 беті қызарғаннан кейін, міне уже піскеннен кейін колбасаны қызартып алғаннан кейін картошкамызды да салып, 2-3 қайтара араластырып, жай отқа қойып 10 минуттай пісіретін боласыздар. Міне қақпағын жауып қоясыздар. Жақсылап осылай араластырып алып, қақпағын жауып қоямыз. Картошкамыз міне 10 минуттай пісті. Енді тағы да қақпағын ашып 2-3 қайтара осылай көп емес 2-3 қайтара жақсылап әдемілеп араластырып алатын боламыз. Тағы да қақпағын жауып қоямыз. Уже картошкамыз пісуге таяу қалды. Қақпағын жауып қойып, тағы да жай отта бір 5 минуттай пісіріп аламыз. Сонымен міне картошкамыз дайын болады. Міне тағы да кішкене осылай араластырып жіберіп, көп араластырмаңыздар, қатты езіліп кетеді. Қақпағын жауып қойып, тағы да бір 5 минуттай пісіріп алатын боламыз. Сонымен картошкамыз піседі. Ал енді картошкамыз дайын болды. Міне баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде осы видео рецепті бойынша жасап жеңіздер. Өте керемет дәмді болып шығады. Және де поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар достар. Баршаңызға ас болсын.